мына жеріне дейін толып тұр басқа тілде. Сіз мың жерден құйғыңыз келсе де мынаның үстіне құя алмайсыз деген асты. Себебі мынаны босату керек бірінші. Мен саған сұрақ қоюға бола ма? Мінекей мен мынандай сұрағым. Енді қазір бізге референдумға кірмейді ол. Референдумға кірмейді. Енді содан кейін үлкен саяси мәселе ғой, оны өзіңіз де біліп тұрсыз. Мысалда. Референдумға кіргізу керек қой. Жоқ, ол енді ол. Маған мысалы жігіттердің кеше айтқаны, жаңа атын атаған бауырымыздың. Ол айтады, осы жол тыныш өткізіп алайық. Тыныш, неге ол дұрыс емес қой. Жоқ, поэтапына кетейік деп тұр да. Жоқ, мысалы бізде қазір деген басқа мәселелердің өзі де күйіп тұр ғой. Ана жерде мысалы мен көрген жоқпын, сізде көрдіңіз ме жаңағы нені өзгертілетін өзгерістер не туралы? Мен де көрген жоқпын. Шықты деді ғой. Бұл жерде қазір қаңтар мәселесі мен осы тіл мәселесі ең басты екі мәселе. Ең басты мәселе осы екеуі. Қаңтар мен тіл. Мен айтатынымды, мен енді бола ма, мен бір сұрақ қойып алайын, ешкім бөлмеңіздер. Мен ойлап отырмын, неге кірмейді референдумға мына тіл. Содан кейін референдумды қашан бекітеді, барлық сұрақтар қойылады, сосын айтады. Біз референдуммен халық нетілген, конституция бекітілген, халықты, бүкіл халықты референдум. Біз ештеңені өзгертпейміз ешқашан. Болды. Сондықтан бізде тіл сұрағы бірінші орында мүлдем кетеді. Сондықтан өзің айтып тұрғандай, мінекей ана біреу не ыдыс толы, сен оған құя алмайсың, өйткені бос орын жоқ. Дұрыс па? Араласып кетсе, енді мынандай толып тұр дедің ғой, мынандай кішкене нетсе, бәрібір ана доминант 80%-тір, ол 80%, 90%. Сондықтан мен ойлап тұрмын, қазір менің ойымша бүкіл жерде мен ойлап тұрмын, дайындау керек халықты, бүкіл ел болып, соны дос көшім ағамыз айтып отыр, мен сізді құттықтап отырмын дейді, бірақ та ұйымдастыратын адамды таба алмай отырмын дейді. Вот мен ұйымдастырып, бүкіл халықтық митинг ашып, басқа жол жоқ. Мінекей, билік өзі, даже барлық салада бар хаттама, протокол, нені, соны да кіргізбей отыр ғой. Әйтеуір, бізге ең керек нәрсені істемей отыр. Бауырым, мен 17-ші жыл қазақ тіліне өзім көштім ғой. Мен ақыр 17-ші жылға енді мен бір кішкентай адам ретінде өзім. Енді мен қазір одан сайын былайша айтқанда изгой, одан сайын мен қудалып, одан сайын жаман сөздер естіп, мен одан сайын қазақ тілінде қызмет алмаймын. Мені қылдырып жатқан сол. Жылдан жақсы болады десең, мен қазір барамда қаншама мен видеолар бар, осы Алматыда неткен, бірақ та мен шығармаған. Маған мына Көк базарға бардым, ана жолы Көк базарға. Вы националистка, вы провокатор, бәртәрі мені видеоға түсірді. Сосын мен бардым директорына, орынбасарына бардым. Ол айтады, мен заңды бірнеше рет аналарға түсіндірдім, орысшада, қазақшада. Сосын директор да, орынбасары да айтады. Бәрібір дейді, это русскоязычное население, это русскоязычный базар у нас. У нас базар многонациональный. Поэтому заң бар ма, заң жоқ па, орысша мында сатушылар, олар орысша қызмет көрсетіп жатыр ма? Яғни олар орысша қызмет көрсетсін, это их право. Мен айтым, сонда біздің құқымыз аяққа тапталады. Бізге дискриминация, олардың құқы барлығы тұр. Біздің құқымыз, біз қазақша алмаймыз. Мен бүкіл рядта әрең бір әйелден сатып алдым. Қазақша сөйледі. Мен қылғым бөлейін деп жүрмін. Базарда тұрған адам, оған мысалы сіздің тіл, мысалы сіз көтеріп жүрсіз тілді, Макси көтеріп жүр, мен көтеріп жүрмін. Ал енді барлық адам ол тілді үйтіп, бәрі бірдей 100% патриот болып, бәрі бірдей қазақ тілінің мүддесіне жұмыс істеп, ол өзінің күнделікті бала-шағасын бағу үшін шығып тұр ғой базарға. Қараңыз, мен сұрадым, мысалда мен осы кәсіпкерлерден сұрадым, орысша жазып қояды ғой. Бауырым, өзің қазақсың, өзің орысшаны түк білмейсің да, жазып қойған орысшаңда қате де тұр да, мысалы. Сонда, мысалы, бір өзбектің жігіті өрік мейіз сатып тұр, орысша жазып қойған бәрін. Айтам, сенің Ташкентіңде, телевизордан көрсетті бұны. Біз телевизорға, телевидение түсіріп жүрміз. Сен Ташкентіңде осылай істей ма? Сенде бәрі өзбекше тұр ғой? Сөйтіп айтады. Ол айтады, мен шыныңды айтшы деймін де, неге мен бірінші қазақша жазғам дейді келген кезде. Өтпей қалды дейді. Затым өтпей қалды дейді. Жоқ. Мысалда,
содан кейін мен алдым да орысша жазып едім, өте берді дейді. Мысалы, мен айтамын, сен екі тілде жазуың керек заң бойынша. Бірақ енді былайша айтқанда кәсіпкер, жаңағы сауда жасап тұрған адам ол клиентке ориентироваться етеді, өзінің тұтынушысына. Сол нені талап етеді? Мысалы, бәрі былайша айналып келгенде бәрі өзіміздің қазақтарға байланысты болып тұр. Кеше мысалы Дияс жүр, күннен кейін де асылдардан кейін Пинтаға бардым мен. Мегадағы ма? Иә, қазақша мәзір тұр. Бұлар алады да орысшаны шығарып қояды бетіне. Қазақша астында жатады. Сұрасаң береді. Мен айтамын да, қазақтың қыздары, бізде мына санада өзгеріс болмай жатыр ғой. Мына біз тілді, былайша айтқанда, орыстың тілі жаңағы ағам айтқандай, шынымен трендте де сол, мода да сол, былайша айтқанда, доминант да сол. Біз өзіміздің тілімізді өзіміз сол деңгейге ананың қатарына қоймай жатырмыз да. Қазақтың өзінің балалары, қыздары, мен сұраймын да, қарағым, мынау сенде бар екен. Неге енді бетіне шығарып қоймайсың менюді? Орысшаның қасына қазақшаны да. Аға, келгендердің бәрі орысша сұрайды ғой дейді. Мен бірінші келген кезде апарып бергем дейді қазақшаны. Маған орысшасын әкел деп айтады дейді да. Көрдіңіз ба? Былайша айтқанда, қоғамның санасын. Сіздердің мысалы міндеттеріңіз, сіздердің азаматтық қоғамның, белсенділердің міндеті, ең бірінші сіздердің миссияларыңызда, мысалы мен түсінемін, сіздерде қоғамдық сананы қалыптастыру, қоғамдық ой туғызу, қоғамдық пікір қалыптастыру да, мысалы. Бізде заң бәрі тұр, заң бәріне рұқсат беріп тұр, бірақ өзіміз соны істемей жатырмыз. Мысалы айтайық. Бауырым, менің миссиям, мен сізге айтайын. Менің жеке өзімнің миссиям, мен сізге түсіндірейін. Мен блогер емеспін. Менің миссиям қазақ тілін қондыру емес. Мен өзім өте эгоист адаммын. Маған өзіме комфорттық орта керек. Болды. Оған мен заңды пайдаланамын. Мен қазақпын ба? Мен 17 жыл қазақ тіліне көштім ба? Мен қазақша сұрадым, олар маған міндетті қазақша жауап берген. Маған міндетті қазақша жауап берсін. Соны маған мемлекет жауап бере алмайды ғой. Қорғап берсін. Жоқ, жай жауап бермесе, бар адамдар, менің видеоларымда да бар, кім, ондай адамдарды мен негізі түсірмеймін. Өйткені олар маған келеді қызмет көрсетеді, олардың тілде. Мысалы үшін мен айтамын, маған жарты келі сәбіз. Өзіміздің павлодарда жарты келі сәбіз. Сосын айтады, витрина тұр, мен тықылдатам, сол саусағымен тықылдатам, едім, мінеки сәбіз жер, вам морковку, алаттағы бір целлофанында 1,5 килограмма қаншым, мен дүрс ете түседі, дүрк ете таразы. Бұл кісінің құқысы сосын мен айтам, маған жарты килограмм деймін. Это сколько? Жарты килограмм. Сөйтіп айтам. Я поняла. Полкилограмма мен едім. Неке солай. И сосын ол маған ананы нетеді да жарты килограмм өлшеп береді. Мен алам, құда да тыныш, құдағи да тыныш. Ақашан маған айтып бастайды, разуй глаза, перед тобой русская стоит, говори на нормальном русском языке. Мы вам города построили, еще мы будем на вашем языке говорить. Расистка, сусулки сбежала, сол, когда бізде психдиспансер бар. Анау мынау дегенде, мен уже видеомды қосам дағы. Сіздің құқыңыз тапталып бар. Маған керек мемлекеттен бар заң. Мен Қазақстанда сөйлемеймін, мен аспанда сөйлемеймін. Маған комфорттық жағдай қазақ тілді орта. Мен қазақша сұрадым, маған қазақша жауап берсін. Дұрыс. Қазақша жауап бермесе, тым болмаса менің тілімді, ұлтымды кемсітпесін. Мен орысшаға көнем. Вот жаңа айттым ғой, мен бірнеше видеомда мен көнем. Тек қана олар мені түсінсін, оларға сөйлемесе де. Түсінсін. Түсінуге мысалы үшін бір 30, аяр етсе 50 сөз. Өйткені мука, ұн деп жазылып тұр, сүт, молоко деп әйтеуір барлығы бар.